Kazakhstan plans to attract $20 billion in investment for diversification. Қазақстан 2025 жылға дейін көлік бағыттарын әртараптандыру және логистиканы дамыту үшін $20 миллиард инвестиция тартуды жоспарлап отыр. Бұл туралы Қасым-Жомарт Тоқаев Самарқандта өткен Түркі мемлекеттері ұйымының саммитінде мәлімдеді. Ол транзиттік коммуникациялар әлеуетін арттыру ерекше маңызды екенін атап өтті. Мемлекет басшысы Қазақстан, Әзербайжан, Қырғызстан, Түркия және Өзбекстан арасындағы құрлық ішіндегі көлік транзит дәліздерін дамытудың маңыздылығына тоқталды. Президент Астана Хаб халықаралық технопаркі негізінде Түркі мемлекеттері ұйымының цифрландыру орталығын құруды ұсынды. Мемлекет басшысының айтуынша, бұл құрылым сауда, көлік, су ресурстарын ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қатысты цифрлық шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді. Қасым-Жомарт Тоқаев саммитте көтерген тағы бір маңызды мәселе Түркі жасыл қаржы орталығын құру. Президент оны Астана халықаралық қаржы орталығы базасында ашуға болатынын айтты. That the Kazakh president raised at the OTS summit. According to him, it can be opened at the Astana International Financial Center. Әлем елдері соңғы 7 жылда жасыл облигацияларға $2,5 триллион астам қаржы бөлді. Осы ретте мен бұл саладағы капитал нарығын дамыту үшін Түркі жасыл қаржы кеңесін құруды ұсынамын. Оны Астана халықаралық қаржы орталығының жасыл қаржы орталығы негізінде ашуға болар еді. Бүгінде Астана халықаралық қаржы орталығы әлемдегі ірі компаниялар арасында танымал болып, жоғары деңгейде мойындалды. Ол жаңа кеңестің хатшылығы қызметін атқара алады. Сонымен қатар мемлекет басшылары Самарқандта Түркі инвестициялық қорын құру туралы келісімге келді. Сондай-ақ Түркі мемлекеттері ұйымы саммитінің декларациясы мен бір қатар құжаттарға қол қойылды.